Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда ашытпай-ақ жасалатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар: айран, қайнаған су, жұмыртқа, қалауларыңыз бойынша қаймақ пен майонез қоссаңыздар болады. Аздап қана тұз саламыз. Бұл бауырсақтың құпиясы осы шекерді, яғни айранның дәмін басып тұру үшін шекерді көптеу қосатын боламыз. Сұйық заттарымызды қосып болған соң барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға ұн қопсытқышты қосамыз. Ұнды 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосамыз. Сонда қамырымыздың ортасында іртік болмай, біркелкі әдемі болып араласатын болады. Қамырымыздың барынша жұмсақ үлпілдек болып пісу үшін аздап қана сұйық май қосып илейміз. Июі қанған қамырды енді бетін жауып 5 минутқа тындырып қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шықты. 5 минут тұрған қамырды алып, енді бөліктерге бөлетін боламыз. Яғни бұл қалауларыңыз бойынша мен бұл жерде 7 шелпек пісірдім және артылған қамырдан ұсақ бауырсақтар жасап шықтым. Шелпектерді өте қалың қылмай және жұқа қылмай, орташа етіп, видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетіңіз. Бауырсақты да өзіңіз қалауыңыз бойынша кесіп пісіріп алуға болады. Мен осылай дөңгелек заттың көмегімен бауырсақтарды дөңгелек пішінде кесіп алдым. Қызып тұрған майымызға енді салып пісіре беретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып, көтеріліп пісетін болады. Бұл бауырсақтың құрамы өте қарапайым және жасалу жолы да оңай. Бірақ сонысымен қоса жұмсақ және дәмді болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын.